Санақшылар елдегі мал басын санай алмады. Бұл бюджетті тиімді жоспарлай алмау қиындығына тіремек. Бұл дегеніміз 2017-2021 жылдарға арналған агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы тиісті межеде орындалмауда деген сөз. Мәселеге алаңдаушылық білдірген сарапшылар құзырлы мекемелерді әлеуметтік желіде сынға алған екен. Бұл жайында бізде бүгін басты тақырыпта толығырақ талқылауды, тарқатуды жөн көрдік. Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, өздеріңізбен бірге әдеттегідей Мейрамгүл Мәдәлі және бүгін біздің студиямызға келіп отырған қонағымызбен таныстыра кетейік. Саясаткер Мұхтар Тайжан ағамыз, қош келдіңіз аға. Және бізбен тікелей байланысқа шығатын бірнеше спикерлеріміз бар. Сәл кешірек берсек болады, тағы бір осыған дейін Мұхтарға есіңізде болса, осыдан бір ай бұрын ғой деймін, тіпті бір айға толған жоқ сияқты. Осы студияға келіп біраз мәселені талқылаған болатынсыз, ауыл шаруашылығына қатысты, цифрландыруға қатысты. Енді өзіңіздің Facebook желісінде парақшаңызда көріп қалдық, дәл мынау елдегі мал басын санай алмауға қатысты пікір білдіріпсіз, нақты сіздіңше бұған не себеп болды? Себеп, меніңше, осы ауыл шаруашылық министрлігі латифундистердің мүдделерін қорғап отыр деп есептеймін. Осындай қорытындыға келдім. Себебі ИСЖ деген жүйесі бар. Идентификация сельхоз животных. Сол жүйе осы ауыл шаруашылық министрлігінің құрамында. Бүгінгі таңда сол жүйе дұрыс істемей жатқан екен. Бірақ мына жүйеге, арнайы осы жүйеге бірнеше миллиард теңге бөлінген болатын бұрын. Оған қарамастан бұл жүйе бүгінгі таңда дұрыс істемей жатыр. Ол үлкен қиянат деп білем, өйткені оның кесірінен енді цифрлық мониторинг, осы жайылымдарды босату үшін цифрлық мониторинг жұмыс істеу керек қой. Осының кесірінен цифрлық мониторинг бүгін таңда дұрыс істемей жатыр. Яғни, жарайды, мен былай тұрайын, бірақ президенттің нақты тапсырмасы қазір орындалмай жатыр. Мұхтарға, дәл осы мәселе бойынша сіз ауыл шаруашылығы министрлігімен өкілдермен пікір алмасып көрдіңіз ба? Мен осы шын айтсам, Астанаға келген соң жаңа министрмен кездесейін деп отырдым. Бұлай, енді жаңа адам ғой. Талқылайық деп отырдым. Пікір алмасу бұлай. Тіпті танысуға да керек қой. Бірақ өкінішке орай бүгінгі дейін ол ондай ниет білдірген жоқ. Ал бүгін міне осындай жаңалыққа бәріміз ие болып отырмыз. Куә болып отырмыз. Яғни, бүгінгі жаңалық, ол негізгі проблема, ол елдегі мал санының анықталмауы, Сәйкесінше осыдан шығатын салдар ол жаңағы жердің жер бос тұрма, немесе ол шынымен де ұтымды пайдаланып тұрма, бізге қазір беймәлім болып тұр. Себебі осы база, ИСЖ деген базасы істемей жатыр екен, дұрыс істемей жатыр екен. Дұрыс істемей жатыр. Онсыз біз баға бере алмаймыз, біз мына қорытындысын шығара алмаймыз. Нақты осы жер ұтымды пайдаланып тұрма, немесе бос тұрма. Яғни біз жайылымдарды босатай алмаймыз деген сөз. Міне мәселе қайда жатыр. Дәл осы мәселеге жауапты, ақпараттық есепке алу орталығы, дәл соның осы спикері Қайрат Сұлтанбеков бізбен тікелей байланысқа шығып тұр екен. Бас маманы, мүмкіндік болса, бар болса берсеңіздер, скайппен қосылып тұр екен ол кісі. Қайрат, қайырлы кеш, естіп тұрсыз ба? Естіп тұрмын, қайырлы кеш. Қайрат, мынандай мәселе ғой, менің білуімше сіздер Қаржы министрлігінің құрамындасыздар, Жаңағы істемей жатқан жүйе ол ауыл шаруашылығы министрлігінің құрамында, Дұрыс. Енді екеуі сіздердің жобаларыңыз жүзеге асу үшін, Мұхтар ағамыз айтқан сияқты жерді бақылап отыру үшін екі жүйе интеграциялану керек. Солай ғой? Қазіргі проблема осы интеграцияның жоқтығына байланысты. Қалай ойлайсыз, бұның себебі неде? Жоқ, олай. Сәл-пәл олай емес. Интеграция бар. Интеграция бар. Екі жүйенің арасында интеграциясы бар. Бірақ бір жүйе дұрыс ақпарат бермей жатыр.
Яғни ақпарат бұрыс болып тұр. ИСЖ деген базасы дұрыс істемей жатыр бүгінгі таңда. Ал интеграциясы бар. Қайрат, сіздіңше, мұның себебі неде? Қалай ойлайсыз, мұның себебі сіздердің екі министрліктің құрамында болғандарыңызға байланысты емес па? Мүмкін сіздер бір басшылықтың құрамында болсаңыздар, байланыс тығыз болар ма еді? Бұдан емес па себебі? Жоқ, бұдан емес себебі, бұл басқа себеп, бұл техникалық себеп. Өйткені мысалға алатын болсақ, жерді мониторинг, ғарыштан бақылау, оны жердің қандай егістік жерлері, жайылымдық жерлері қандай құнарлығы бар екенін, сонымен қатар қандай жүктелмелігі бар екенін анықтауға камеральды анализ біз қазір қолданамыз. Біріншіден, бізде ауыл шаруашылық министрдің 252-ші бұйрығы бар. Осы бұйрыққа сәйкес малдың санын 1 сәуірдің 20 жылдың 1 сәуірінен 21 жылдың 1 сәуіріне дейін орта есеппен сол малдың санап білуіміз керек. Бірақ та қазіргі кезде ИСЖ мен интеграциямыз бар, бірақ та ол интеграция бізге ақпаратты беріп тұрған жоқ қазіргі кезде. Бұл біріншіден, өткен жылы біз камеральды анализ істедік, бұл жақсы болып жұмыс істеді. Енді осы жылы 1 сәуірде істейін деп едік, бірақ та істей алмадық, өйткені ақпарат бізге толықтай келген жоқ. Мысалға 1 сәуірде ақпарат келіп тұрды, күнделікті бізге. Біріншіден біз сол ақпараттың бәрін жүктеп алдық. Содан кейін күнделікті бізге ақпарат келіп отырады. Осы шаруаның қожалығында қанша мал басы бар екенін. Бүгін келеді, ертең келеді, бүрсігүні келеді. Сол күнделікті осы 21 жылы 1 сәуірге дейін келу керек еді. Бірақ та өткен жылы желтоқсан айында ол база бізден өшіріп қалды. Толықтай өшіп, ешқандай ақпаратты бізге жіберген жоқ. Бірақ та осы жылы, осы маусымның аяғында интеграция қайтадан жасалынды, бірақ та ақпарат бізге толықтай келіп жатқан жоқ. Себебі неде? Себебі өткені ауыл шаруашылық министрлігі өткен жылы жаңа интеграцияны жасаймыз деп уәде берген. Бірақ та ол интеграция жасағаннан кейін сол ақпарат мүмкін бір IT компанияның қателігі шығар. Осының бәрін көмектесеміз деп, істейміз деп біз ұсынғанбыз көмегімізді. Бірақ та қазірге дейін ешқандай хабар жоқ. Тек қана наностан хабар бар біздің хатымызға. Ал ауыл шаруашылық министрлігі бізге ешқандай ақпаратты, сонымен қатар сөйлесуге де ешқандай мүмкіндік берген жоқ. Сондықтан да сол бізге ақпарат дұрыс келмей жатыр. Ақпарат жоқ деген сөз. Түсінікті. Қайрат, сіздер осы мәселеге қатысты, сұрау жолдадыңыздар ма? Ауыл шаруашылығы министрлігі бұл проблемадан хабардар ма жалпы? Бірнеше рет. Қандай да бір жауап болды ма? Ауыл шаруашылық министрліктен жауап болған жоқ. Осы қыркүйек айында біз хат жазғанбыз. Өзінің хатта оригиналы бар. Бірақ та оның жауабы бізге келген жоқ әлі. Бүгін 11 қазан ақпарат әлі жоқ. Біз 1 қазанда ақпаратты көрсетуіміз керек еді. Бірақ та бізде қазір ақпарат жоқ. Түсінікті. Бұл ақпаратсыз сіздердің де жүйелеріңіздің жұмыс істеуі екіталай, солай ғой, Түсінікті. Енді бізде техникалық түрде бәрі дайын. Біз тек қана ақпаратты жүктеп алсақ, оны санай беретін жүйе ғой өзі. Адамның өзі миллиондаған бастың өзгеруін оны қадағаламайды. Өйткені енді адамның несі бар ғой, лимиті санауға. Ал машина болса, машина бәрін санай береді. Бізде бәрі дайын техникалық түрде. Бізге ақпарат беретін болса, біз оны 1-2 күнде санап бітіріп, жүйеге қосамыз, бәрін көрсетеміз порталда. Статистикасын, реестрін бәрін. Біз осы мәселеге қатысты ауыл шаруашылығы министрлігіне маман шақырдық, бірақ ол кісілер маман қатыса алмайды деп жауап берді. Бірақ дегенмен мына мәселені көтереді, ол кісілер. Мұның себебі ауыл шаруашылығы министрлігі тарапынан берілетін ақпардың біреуі, оның себебі ауылдық жерлерде, елді мекендерде тиісті мамандардың болмауы. Бұл салада жалпы тиісті мамандардың
өте, қалай айтсақ екен, біз оны енді қазір 50+ деп айтып жүрміз, иә, осындай жастағы дәл осы саланы бір сүйген фанат азаматтардың ғана қалған деген мәселені айтады. Жастар бұл салада жоқ дейді, мүлдем, иә. Бірінші мәселе. Екінші мәселе, бұл азаматтар ауылдық жерге, жаңаға бәленбай километр жерде орналасқан малдарға барып, ол әр малдың құлағына арнайы өлшегіш жаңа сырғаларын тағып, содан кейін оны қағазға түсіріп, сосын келіп өзінің офисіне бәрін жазам дегенше, ол жерде ақпардың бір өзгеруі, маманның қателігінің тарапынан осындай бізде жағдайлар болып жатыр дейді. Енді дейді ол кісілер, министрліктің берген ақпарына сәйкес, бұл мәселені түзетуге біз қазір жұмыс істеп жатырмыз, бірақ бұл мәселелерді түзетуде қиыншылықтар бар. Мәселен, жергілікті жерлерде интернеттің болмауы, мысалы, маман тапшылығы бір мәселе. Интернет кінәлі болып тұр ғой. Енді осыған қатысты пікіріңізді білгім келеді. Ол әлбетте ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілдері осында отыру керек. Жауап беретін олар. Ана жолы да бір ай бұрын олар да 1-2 рет келмей қойды студияға. Бірақ маған емес, халықтың алдында олар жауап беру керек негізі. Енді қараңыз, мына ИСЖ деген база, ол елімізде қанша мал бар екен, тек қана осы базаның ішінде ақпарат бар. Басқа ешқандай ақпарат жоқ бізде. Енді бұл база, ол ана пластмассовый клипса бар ғой. Әр малдың құлағында клипса болу керек, ол заң. Бұны кім қою керек? Бұны малдың иесі қою керек. Сол малдың иесі қойды, ақпаратты сол жүйеге енгізеді. Әрі қарай сол түгел ақпарат Астанаға келеді. Нанотс деген ұйым бар. Ауыл шаруашылығының құрамында үлкен бір институт Нанотс деген. Соған келеді сол ақпарат. Негізі бұл ақпарат автоматты түрде берілу керек. Мысалы, мына ИУЦ-қа беру керек, немесе субсидия берген кезде сол ИСЖ деген базамен Минфин пайдаланады. Өйткені ертең сол базаның ақпараттың негізінде субсидия беріледі ертең. Яғни сол база автоматты түрде жұмыс істеу керек. Интернеті жоқ, анау жоқ, ол тек қана күлкілі сылтаулар ғана. Өйткені 1 жыл бұрын бұл база істеп тұрды. Мысалға, жарты жыл бұрын бұл база істеп тұрды. Ал неге аяқ астынан нақты осы уақытта, осы мезгілде ол алдыда бұзылып кетті? Не үшін? Қандай себеп? Сондықтан меніңше бұл жерде министрдің өзі, ауыл шаруашылықтың министрдің өзі жауап беру керек. Жарайды, мейлі осы студияда емес, бірақ ол ресми жауап беру керек. Не болды? Өйткені бұндай ақпарат мен үшін, не үшін қажет? Өйткені бұл ақпарат нақты болмаса, шынайы болмаса, онда біз ертең бос тұрған жайылым жерлерді мемлекеттік меншігіне қайтара алмаймыз. Сол үшін ол маған керек. Және бұл ақпарат ертең қаражат министрлігіне қажет болады. Өйткені сол ақпараттың негізімен олар ертең субсидия береді. Ал егер бұл ақпарат дұрыс болмаса, онда ертең ауыл қожайындары қалай субсидия алады? Соны айтыңызшы маған. Сондықтан бұл жерде тек қана интернетке ешқандай қатысы жоқ. Ол тек қана сылтау, әлбетте, ол нақты ауыл шаруашылығының министрлігінің жауапкершілігі. Түсінікті, Мұхтарға, осы жерде тағы бір сауал туындайды. Жалпы көрермендерге түсінікті болу үшін айта кетейік, осы жерде нақтылай кетейік. Яғни жаңа мал басын санаққа алу деген мәселе, ол тек қана мынау заңдық тұлғалардың малына қатысты ма, әлде ауылдағы әрбір жеке үй шаруашылығының? Түгел мал осы жүйеде болу қажет. Жүйеде болу керек. Жүйеде болу қажет. Жеке азаматтардың малдары? Әр малдың ауралары бар ғой. Ол ертең өте қажетті ақпарат. Ветеринарияға да қажет ақпарат. Ауру дейсіз ғой, ауру, Мына мал, мысалы, клипса бар мал, ол, мысалы, бруцеллезбен ауырды ма жоқ па? Қанша мал бруцеллезбен ауырды? Ол ақпарат ауадай қажет бізге. Жеке азаматтардың басындағы малдың барлығында міндетті түрде санаққа алынуы тиіс. Санаққа алынуы тиіс. Енді осы тұста тағы бір сауал туындайды, жаңа ауыл шаруашылығы министрлігі тарапынан көтерілген мәселе. Жергілікті жерлерде, әсіресе ауылдарда мамандардың жоқтығына қатысты.
келісесіз ба осыған? Және бұл мамандарды менің естуім бойынша 90 мың екен, ең үлкен айлық жалақысы. Кезінде естеріңізде болса, енді әр саланың мамандары өздері сөйтіп айтады ғой, жақында мысалы жарылыс болған кезде есімізге өрт сөндірушілер түсті деген сияқты, иә? Олай болатын болса, онда ақшаны өйткені нақты осы ИСЖ деген базасы үшін бюджеттен қаражат бөлінді миллиардтап. Сол мезгілде онда ауыл шаруашылығы министрлігі айту керек еді. Кешірім өтінем, мына қаражатты мен ала алмайым, өйткені менің адамдарым жоқ. Онда мен алмайым бұл ақшаны. Өйткені мүмкіндігім жоқ осы жұмысты атқару үшін. Бірақ ақшаларын алды ғой. Енді алған соң, қазір бізге айтып жатыр, бізде мамандарымыз жоқ, адамдарымыз жоқ. Бірақ ақша кетті ғой. Жауапкершілік болу керек. Жарты жыл бұрын айтып отырмын ғой, жарты жыл бұрын бұл ақпарат болды. Бір жыл бұл ақпарат болды. Неге, қайда кетті бүгінгі таңда? Қайда кетті сол ақпарат? Оны Наноц деген ұйымның өкілдері келіп бізге айту керек. Өйткені ол мемлекеттік жүйе, ол үшін бюджеттен, яғни біздің қалталарымыздан ақша кетті. Салық төленді, бізге нәтиже керек. 2017-2020 жылдарға арналған агроөнеркәсіп кешенін дамытудың мемлекеттік бағдарламасына республикалық бюджеттен бөлінген қаражат көлемі дейді. Бізде графикалар болса берсеңіздер болады, екінші графика. Жалпы сомасы 841,833,5 миллион теңге бөлініпті. Дәл осы салаға. Жыл сайын өсіп келе жатыр. Мысалы, 2017 жылы шамамен 201,936 миллион теңге бөлінген болса, 2020 жылы 1 миллиард бөлінді, иә? 1,5 миллиард. 2020 жылы бұл сума өскен. Енді жыл сайын алып отыр, айтып отырмын. Жыл сайын. Жыл сайын өсіп отыр. 2019 жылдың 1 қаңтарындағы санақ бар бізде. Ол бойынша ірі қара малдың басы 371,8 мың, ұсақ малдың саны 1,738,8 мың. Енді осы жерде сауал туындайды, Мұхтар аға. Біз айтамыз ғой, жаңа өзіңіз айтып отырсыз, бұл біз үшін маңызды деп отырсыз. Бірақ дегенмен, осы санақтың қаншалықты шынайы жүргізілетіндігі, қаншалықты расында осы малдың ел ішінде бар екендігіне біз көз жеткізе аламыз? Оны тағы да айтарым, бұны ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілдері келіп бізге жауап беру керек. Қаншалықты бұл ақпарат рас, қаншалықты бұл ақпарат бұрыс па? Айту керек қой, алдын ала айту керек қой. Дұрыс па? Олардың жұмысы ғой. Арнайы ақша, миллиардтап ақша алып отыр. Сондықтан бізге шынайы ақпарат керек қажет болып тұр. Тек қана маған емес, сізге емес, қаражат министрлігінен керек болады. Ертең ветеринария, біз мысалы қандай етті қолданып отырмыз. Ол ет сау ма, жоқ ауру ма? Біз оны білуіміз керек қой. Әлде біз ауырып қаламыз ба ертең? Сондықтан бұл ақпарат, ИСЖ деген базасы, ауадайым қажетті және өте маңызды. Мен мысалы бүгін шашым тік тұрды, өйткені бұл базаның ақпараты бұрыс болса, яғни мемлекеттік субсидия бекер кетіп жатыр деген сөз ғой. Дұрыс па? Дұрыс. Осы уақытқа дейін менде сондай сұрақ мазалаған болатын. Мысалы, ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорынан белгілі бір көлемде жеке азаматтарға үй шаруашылығына мал алуға бөлінеді қаржы. Талай жыл қатарынан бөлініп келе жатыр, бірақ не себепті екені белгісіз, бізде мал басы көбеймейді, байқайсыз ба? Сосын ауылдағылардан сұрап көрдім, бұл мәселені. Сөйтсем, ол кісілердің айтатыны көбі субсидия алады, несие алады, жеңілдетілген несиелер алады, бірақ қолындағы малын сол несиеге алған мал ретінде тіркейді. Демек, үй шаруашылығында, яғни жеке азаматтардың қолдарында тіркелмеген малдар бар деген сөз осы уақытқа дейін. Дұрыс қой? Ол заңға қайшы. Соны сұрап жатқаным, біз қаншалықты осы жерде көрсетілген цифрларға сене аламыз? Көрдіңіз ба, қанша мал бұның сыртында жүр? Заң бойынша, мысалы, бала туды ма, адам баласы туды ма, оны тіркеу керек. Сол секілді мал дүниеге келді ма, тіркеу керексің.
Өйткені ол заң, айтып отырмын, ол ветеринарияға да маңызды, басқа мәселе өте маңызды. Сондықтан, яғни және де ол заң. Заңды орындау керек. Яғни бұл заң бұзушылық. Әлбетте, ол заңға қайшы, әлбетте. Бұл жерде тіркемеген үй шаруашылығы жаңа жеке азаматтардың өзі кінәлі ма, әлде сол жердегі тіркемеген маман ба? Негізі заңның алдында бәріміз теңбіз. Егер мен мысалы ауыл фермер болсам, ол менің міндетім. Егер мал дүниеге келді ме, мен оны міндетті түрде тіркеуім керек. Ол менің жауапкершілігім. Жоқ, фермер емес, Мұхтар аға. Фермер болсын, жай қарапайым ауылдың азаматы. Адам болсын. 4 сиыры бар, мысалы. Әлбетте. Төртеуінде тіркеу керек, міндетті түрде. Бұзауы туылса, онда барып тіркеу керек. Онсыз бұл мал заңсыз болады ғой. Ол ана ветеринарияға да ақпарат бармайды, субсидияға апарат. Мысалы, жазын күні осы биыл қаншама субсидия бекер кетті деген ақпарат шықты ғой, бұл ана сән салондарға кетті деген ақпарат шықты. Ол неге? Себебі мына жүйе дұрыс істемей жатқанның салдары. Түсінікті. Қайрат, бізбен байланыста болсаңыз. Қайрат, бар ма бізбен байланыста скайп? Қайрат, енді мынандай сауал. Есіңізде болса, сізде осы бағдарламаға шығып, жаңағы жерді бақылауға қатысты біраз мәліметтер берген болатынсыз, иә? Қазірдің өзінде бос жатқан жерлерге қатысты анықталған жерлер бар ма қазір? Бар, әрине, ақпарат бар қазіргі кезде. 1 сәуірдің ақпаратын сүйенетін болсақ, 20%-дан аса миллиондаған гектар жатыр қазіргі кезде. Оның бәрі салынып қойған. Ашық реестрде бар, сіздер өздеріңізде көре аласыздар қолдау порталында. Мысалға реестрге кіретін болсақ, мен экранды көрсете аламын қазір. Жат болса. Кез келген азамат кіріп, қай жерлер бос жатқанын көре алады? Иә, дұрыс. Менің экраным көрініп тұр ма қазір? Жоқ, сіз өзіңізді көрсетіп тұрсыз қазір. Сені ғана көріп отыр. Қазір 1 минут. Қысқа нұсқа өткені бізде эфир уақыты аяқталып баратыр. Рұқсат болса, мінекей көрсетіп жатырмын қазір. Осы жерде мынандай сауал туындайды, кез келген азамат бос жатқан жерді көріп, жайылымдарды, ол жайылымдарға қол жеткізе ала ма деген сауал ғой. Мысалы, мал алғысы келсе, мал баққысы келсе. Енді ол жер орналастыру комитетіне хабарласу керек. Земкадастрына конкурс арқылы жерді алады. Бұл басқа әңгіме дегенде. Енді статистикаға жүйенетін болсақ, сан алқабы бойынша статистиканы көрсеттім. 20%-дан аса бізде 1 сәуірге 21 жылы қарайтын болсақ. Тек қана бізде 62 миллион гектар оцифровка істеніп қойған осы жерлердің бойынша, жайылымдық жерлердің. Енді 20%-дан кемі 18 миллион гектар болып тұр. Ал егерде 100%-дан есе. Рахмет, қысқа, бірақ мен 30 секундқа уақытымыз қалды. Осы бүгінгі таңда ИСЖ деген база дұрыс істемей жатқаны, ол диверсия деп айтуға болады. Елге деген диверсия, яғни біздің қолымызда шынайы ақпарат жоқ деген сөз. Түсінікті. Жақсы, көп рахмет, маңызды мәселемен бөліскендеріңіз үшін алғыс айтамын. Өкінішке орай, бізге берілген эфир уақыты осымен аяқталды. Мадина, сөз кезегі өзіңізде. Спасибо, Мира. Главные новости продолжит